Армысыздар. Осы аталы жолдықтардың әңгімесін тыңдаған сайын бір ойланам да, жайнақ дейді. Дұрыс ей. Енді сол жайнақтағы жүргендер неге жайнап жүрмеске? Неғып сол бір-бірін кінәлағанды қоймайды деп өзім ойланам да. Жайнақтың нұрынан бір нұрланып бір күшті болып кету керек қой. Бір-біріменен қарым-қатынастары дұрысталып деген бір сұрақ туындайды. Сөйтем де өзім ойланып қарап, қазір су бар, таза тамақ бар. Енді тағы не жетіспейді? Не жетіспейді тағы да? Сонда бір-біріменен қарым-қатынас жетіспейді екен. Қоян қолтық шын пейілді қарым-қатынас жетіспейді екен. Ол жайнақтағы адамдардың көпшілігі сол ютубқа шығып айтады екен, айтатындарын. Ей, пәленше сөйтіп жүр, түгенше бүйтіп жүр, ондай болды, мындай болды деп бір-бірін өзара сынамайды екен. Бір жерден жеті қоян тапқандай осы ютубқа шығып халықтың көзінше бір-бірін жамандаса бір ұпай жинағандай болады екен. Мен соған көзім жетіп отыр. Тағы жайнақта жүр деп ойлап қалмаңыздар. Өздеріңіздің сөздеріңізден көрініп тұр ғой. Өздеріңіздің сөздеріңізден соның бәрі байқалып тұр. Сонда бір-біріңізді қаралап, кінәлап сөйлесеңіздер, бір ұпай жинағандай болып, бір жаңалық ашқандай болады екенсіздер. Шай ішіп отырып, қоян қолтық жайнап, жадырап бір-бірлеріңізбенен араласпайды екенсіздер. Анау үлкен топ, мынау кіші топ деген сияқты топ-топтарға бөлініп, өзара топ-топтарға бөлініп жүргеннен кейін, енді өзге топтарменен неге араласпайды бұлар? Неге оқшауланып қалды деген сұрақтың өзі артық болып тұр ғой. Қазақта мақал бар. Соны айтпасқа болмайын деп тұр ғой. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Сонда сіздер бұл мақалды керісінше айландырып алған сияқты болып тұрсыздар ғой. Мал екеу болмай, бас екеу болмайды деп. Сөйтіп малдарыңызды екеу қып, екі басын малдың төртеу қып, сол жолда кеткен сияқтысыздар. Ал негізі қазақтың салт дәстүрі бойынша бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Сонда әйел балдарының әңгімесіне қарағанда, ол жалғыздықтан шаршады әйелдер де, ер кісілер де. Олардың неге ой жинақы емес, неге шашыраңқы, неге бір-біріменен араласып, құраласып, қоян қолтық жүре алмайды деген сияқты әңгімелер туындайды да, соның бәрі сонда қазақ халқының өзіміздің осы салт дәстүріміздің керек жерін аласыздар да, керек емес жерін ысырып қоясыздар ма не? Басқа шет жақта жүрген адамдар мейлі, ал сіздердің жайларыңыз бөлек қой енді. Киіммен де, тамақпен де ата салт дәстүрді көрсетуге тырысып отырсыздар. Таза тамақ жеу керек, жақсы киіну керек, дұрыс киіну керек деп. Енді сол мақалды теріс қаратпай, сол халқымыздың, ата-бабамыздың айтуы бойынша, ендігі жерде бастарыңыз екеу болсын. Сіздер бәрібір сырттағыларды алмайсыздар, сырттағыларға тұрмысқа шықпайсыздар. Өзара неге жұптаспасқа?
деген сұрақ туындайды да. 2,5-1 деп. 2,5-1 болайық та деп неге жаңағыдай әрекет етпейсіздер? Иә, 2,5-1 болса, онда малдарыңызда, істеріңізде, жаңағы беріп жатқан сұхбаттарыңызда басқаша болады ғой. Бәрі басқаша болады ғой. Халыққа, елге сондай пайдалы әңгімелеріңіз болса дегендей. Енді халық арасында бәрі болып жатыр ғой. Бұл жерде сезімге берілмеу керек дейді. Баяғыда айтатын, не отырсың ей? Ақ боз атқа мініп төлеген келе ма? Шашын ек талғып өріп, сылаңдап қыз жібек келе ма? Бұйырғаны деп тұрмыс құрмайсыңдар ма? Үйленбейсіңдер ма? Деген сияқты әңгімелерді естисің ғой үлкендерден. Сезімге беріліп отырасыңдар. Мына индийский киноны көріп алып деп. Дұрыс қой соның бар. Өздеріңізді айтасыздар, сезімге берілмеңдер деп. Енді өздеріңіз сол іс-әрекеттеріңіз бен сөздеріңіз дұрыс болмай отыр ғой. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Бір бастарыңыз екеу болсын. Наматтық ұрпақтар енді аспаннан түспейтін шығар. Соның үлгі өнегесі өздеріңізден шықсын енді. Чу деп, Құда қаласа тойға барайық, шашу шашайық.